Сәлеметсіздер ме, қымбатты талапкерлер. Сіздермен бірге Education Guide Қатылжан. Қазір мен сіздерге адвокат қызметі білім беру бағдарламасы туралы айтып беремін. Бұл білім беру бағдарламасы құқық білім беру бағдарламаларының тобына кіреді. Әзірге адамдар олардың арасындағы қақтығыстар, мемлекет пен сот жүйесі бар болған жағдайда адвокат қызметі сұранысқа ие болады. Оқу барысында студенттер консультативтік қолдау, сот үшін қажетті құжаттарды құрастыру және дайындау бойынша білім меңгереді. Бұл білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін ұбт-да дүниежүзі тарихы және адам қоғам құқық пәндерін таңдау қажет. 2021 жылғы білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша шектік ұпай 116-ны құрады. Оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Оқу барысында студенттер қолданыстағы заңнама мен нормативтік құқықтық актілердің ережелерін тәжірибеде қолдану, заңгерлік кеңес беру, талаптарды, өтініштерді, шағымдарды, өтініштерді және тағы басқа да заңды құжаттарды дайындауды үйренеді. Біздің түлектер мемлекеттік мекемелерде және адвокаттық компанияларда жұмыс істейді. Түлектер келесі профильдердің адвокаттары бола алады: қылмыстық адвокат, азаматтық адвокат, төрелік адвокат, әкімшілік, құқық бұзушылық адвокат, салық адвокаты, корпоративтік адвокат, жалпы мамандандырылған адвокат. Табысты болашақ үшін Кауға оқуға түс.